Түннің бір уағына дейін көзі ілінбей қойды. Бас ауырып мазасы кеткен соң орнынан тұрып дәлізге шықты. Рахия кемпір күндегі дағдысы бойынша темекісін бұрқыратып ойға шомып отыр екен. Аяғанға мүлде көңіл аудармады. Біраздан кейін ахлеп-ұхлеп ес шықты. Қалай екен? Деп кемпір мырс күлді. Бала үшін ата мен ана отқа түседі. Көнеміз де қайтеміз. Ол неменің өзі жоламай кетті ғой. Шал қинала қабақшытып ақырын ғана күрсінді. Ондай баланың барынан жоғы жақсы, әдірем қалғыр жүгірмек. Аман болсыншы әйтеуір, деді шал. Көзі жапақтап адуын кемпірге жасқана қарап қойды. Аман жүріп, ел жұртына қызмет жасасын. Біз асарымызды асадық, жасарымызды жасадық. Пішту, деді кемпір астыңғы ернін шығарып. Туған әкесін керек қылмаған бала ел жұртты қайтсын. Балада жазық жоқ, Рахия. Бұл заманның қылығы. Сонау аштық жылдары өлмелі әкесін арқалап жүріп аман алып қалған азаматтарды көргенбіз. Рахия басын изектетіп жасаураған көзін көйлегінің етегімен бір-бір сүйкей салды. Әкесі соғысқа кеткенде іште қалған азаматтың талайын 40 жылдан кейін әкелерінің сүйегін ит өлген жерден арқалап әкеліп, туған жеріне арулап жерлегенін білмеуші ме едің сен? Білемін, Рахия, білемін. Айналып кетейін солардан, деп көңілі босаған кемпір көзіне жас алды. Сенің балаң безбүйрек екен. Балада кінә жоқ, деп күбірледі шал. Заман сондай. Бала интернатта өсті. Ата-ананың мейірім шапағатына қанбай олардың қасиетін білмей өсті. Кемпірдің сөзі жанды жеріне дөп тиді ме, шал жүрегін күйдірген запырандай ащы сөздерін іркпеді. Ол неме интернаттың баласы болып өсті де. Интернаттың баласы болып қалды. Интернаттың балалары, деп күбірледі кемпір. Интернаттың балалары көп, дейді ғой тегі. Үйі интернат болған шал кемпірлер аз ба? Интернат, түрме, аурухана. Бірінен біріне ауысымен өтіп келеді өмірім. Алла, бұған да тәуба, деді кемпір бетін сипап. Аяғанның есіне осыдан 15 жыл бұрын шетелге бірге барған жігіттің айтқан әңгімесі оралды. Мені бесіктен белі шықпай жатып анамның құшағынан балалар үйі жұлып алған, деп еді ол мұңайып. Мереке сайын салтанатты шеруге Берияның суретін көтеріп шығушы едім. Басқа балалар маған қызғанышпен қарайтын. Менің мерейім үстемеді. Берия секілді үлкен адам болсам деп армандайтынмын. Ал Сталиннің суретін көтеріп шығу барлығымыздың арманымыз болатын. Олардың кім екенін кейін білдік қой. Менің мемлекет басшыларына деген сенімімді, солардай болсам-ау деген ізгі арманымды Берия талқандап кетті. Осы күні солардың қай-қайсысы болмасын маған уақытша адам сияқты болып көрінеді. Сол жігіттің аты жөнін де түр тұлғасын да ұмытыпты. Ал айтқан әңгімесі тасқа қашалған жазудай жадына өшпестей болып жазылып қалды. Үйге шықсам балаға телефон соғып айтамын. Іздеп барып әдірем қалғырдың ит терісін басына қаптамасам ба, ұмытпай адресін жазып бер. Жалғыз әкенің қадірін білмеген безбүйректің көзіне көк шыбын үймелетпесем, атымды басқа қой, деп Рахия даурыға сөйлеген. Дауысы тым қатты шықты ма, есіктен қылтиып санитардың басы көрінді. Ұйқысынан жаңа ғана оянған тәрізді, екі көзі қызарып кетіпті. Ол қабағын шытып, жұдырығын көрсетті. Қайтайық моламызға, деді кемпір сүйретіліп орнынан тұрып жатып. Алла, осыған да тәуба. Орнына келіп жатқанмен шалдың қозғалып кеткен көңілі орнына түспеді. Рахияның сөзі мұңға толған кәрі жүректі аямай осып кеткен сияқты. Жалғыз ұлына іштей лағнет айтып жатқандай, қайта-қайта көкірегі қарс айрылардай күрсінеді де күбірлеп сөйлейді. Баласының кім екенін, қандай адам екенін, кімдерге қиянат жасағанын айтып, кеудесіне толып қалған ыза мен ашуын сарқып тастағысы келіп оқталғанмен шалдың түрін көріп, жігіттің батылы бармады. Азапқа түсіп қиналып жатқан шалды аяды. Тірі пендеге қиянат жасап көрмеген аяған қандай қиын жағдайда да
ешкімге жамандық жасай алмасына тағы да көзі жетті. Өзінің орнында Жақия болса, кімге лағнет айтарын білмей қиналып жатқан шалды одан сайын тұқыртып, жерлеп, жекен суын ішкізетіндігін ойлап аяған жұмсара түсті. Басының қатты ауырғанына қарамастан шалды сөзге тартты. Қария, көрші болғанымызға біраз уақыт. Әрі дұрыстап жөн сұраса алмай жүрміз, деп күлді аяған. Шал басын көтеріп отырды. Менің Алдияр Ақпанұлы деген ұстазым болды. Алдекеңнің атын естігенде қандай күйге түсер екен деген оймен шалға қадала қарады. Ол мүлде селт етпеді. Меңіреу адам сияқты басын изектетіп, мең-зең болып отыр. Сізге қарасам, сол кісі есіме түседі. Сіз екеуіңіз сондай ұқсайсыздар. Сіздер ақылдан, ардан жаралған адамсыздар, қария. Деп көкірегі қарс айырылып кетердей күрсінді шал. Дүние ойлап тұрсам, шолақ екен, депті біреу. Көзді ашым жұмғанша өте шықты. Біз кешегі күнге айналдық. Кешегі күн. Кешегі күн өмір емес, тарих. Ал ертеңгі күн ертегі. Оның тіпті болмауы да мүмкін ғой, қария. Тарихымызды ертегіге айналдырып жіберген халықпыз біз, деп жымиды аяған. Кешегің де ертегі, ертеңің де ертегі. Ал өмір деген бүгінгі күн. Орысша айтқанда жизнь – это всегда сегодня. Ал сіздің барлық қызығыңыз алда әлі. Қарағым-ай. Біз қан базардан қайтып келген адамбыз. Ілдалдалап жүріп өмірімізді өткіздік. Қысқа өмірдің мәнді бөлігі түрмеде, айдауда, соғыста өтті. Сен ақылды сөздер айтып жатырсың. Ал бізде өз пікіріміз болған жоқ. Тірі жүру үшін ақылдың, пікірдің керегі жоқ еді бізге. Біз орындаушы болып өттік. Шал сақалын саумалап үнсіз отырып қалды. Аяған жиі жөтелетін ескі трактордың көксау моторы сияқты анда-санда тынысы тарылып пырқ-пырқ етіп ұйықтап жатқан Соломон патшаға қарады. Бұрында өмірдің рахатын көрген, қазірді дүниесі түгел патша сонау ерте дүниеде туып, содан бері тірі жүрген адам тәрізді. Ол әлі де 1000 жыл жасайтын сыңайлы. Аяған ақырын ғана күрсінді. Осынша жасқа келіп, жүрегіне күрт түсірмеген, арына шаң жұқтырмаған азамат аз, қария. Алдияр Ақпанұлы сондай асыл азамат еді. Сіз оны білесіз, деді аяған оған тура қарап. Тағы қателесті. Шал оған сыр алдырмады. Танымайтын, білмейтін кісінің сыңайын танытып отыр. Ол көптің адамы еді. Қара басының қамынан басқа ештеңе ойламайтын қара ниет пенделердің қаза тапты. Асыл азамат. Алла, деді шал көкірегін кере демалып. Қабағы түнеріп, танауы қусырылды. Жар жиегіне қарай сүйрелеп тықақтап отырған аяған мүлде назар салмады. Болған сондай бір асыл адам. Қылышынан қан тамып тұрған заманда басын қатерге тігіп, Кенесары бабамның аруағын асырған ол. Ал менің ұлым, менің жалғызым бабасының аруағына. Шал ары қарай сөйлей алмай өз деміне өзі тұншықты. Сол үшін білетіндер мені көзге шұқиды. Менің сөзім кім, өзім кім? Салбырап түсіп кеткен басын шал көтеріп алып, жігітке ала көзімен ұнатпай қарады. Тышқақлақ құрлы құным болса, күнім батарда сөзім бозарып, осында жатар медім. Адам өз қолын өзі кеспейді, қарағым. Балаңыздың әрекеті бір адамға, бір сізге ғана жасалған қиянат емес, қария. Бұл ата дәстүрге, туған халқына жасалған қиянат. Бұл туған әкесін ғана емес, туған халқын, ата баба салтын жек көрудің белгісі. Бұл имансыздық, деді ашуға булыққан аяған қалшылдап. Басы қалтаңдап кеңсеңдеп отырған шалға жаны аши тұра өзін өзі ұстай алмады. Көкірегіне толып қалған ащы запыранды бірақ қотарды. Ондайлар қара басының пайдасы үшін бүкіл халықты жек көруді үйренді. Деді шал, аузынан отты леп шыққан сияқты. Ұлттық сөзім өлген жерде адам да өледі, деді аяған қинала қабақ шытып. Басы қақ айырылып кетердей ауырып тұрса да ашу асаудың басын бос жіберді. Кеудесіне толып қалған ыза өртті сөндіре алмай қойды. Ұлтын сүймейтін, ана тілін білмейтін, жанның жәндіктен айырмашылығы қайсы? Оған өнердің, әдебиеттің,
тарихтың, мәдениеттің, қысқаса ештеңенің керегі жоқ. Оған қыбырлап тірі жүру ғана керек. Оған бәрібір. Ондайларды туған халқының тағдыры мен тарихынан гөрі дүниенің бір бұрышындағы ешкім білмейтін халықтың мәселесі көбірек толғандырады. Өз халқының басы жарылып, көзі ағып түссе де қабырғасы қайыспас. Себебі оларда тек жоқ қария, олар ойнастан туған бала сияқты. Ух, деп шал тағы да күрсінді. Қос алақанмен бетін жауып өксіп қоя берді. Одан мұндай қылық күтпеген Аяған алғашқыда абдырап қалған. Көмейінен лек-лек болып төгіліп жатқан ызалы сөздерді тежеу үшін дәлізге шығып кетті. Енді байқады, екі беті от болып жанып тұр екен. Басы сынып әкетіп барады, күрек маңдайын қақ айырып кеткен сияқты. Қолы сәл тиіп кетіп еді, жанын көзіне көрсетті. Құлағына тосын үн шалынды. Жан жағын алақтады, ешкім жоқ. Енді ғана аңғарды. Ес қария әлі өксіп отыр екен. Шалдың көкірегінің сонау бір терең шыңырауынан көтерілген зарлы дауыс Аяғанның ызаға қақалған жүрегін аямай шағып алды. Бекер болды-ау, жарым-жан адамды сонша сөккенім не? Әй ақымақ, басым, деді Аяған қынжылып. Қол тигізбей қақсап ауырған басы жарылып кетердей зәресі ұшқан жігіт қинала ыңырсып палатаға қайтып келді де Аналгинішті. Ес бетін қол алақанмен жауып өксіп отыр екен. Аяған келіп құшақтаған кезде дауысы шығып кетті. Ай, ит өмір-ай. Кешіріңіз мені, деді жігіт оның сақалынан сүйіп. Айтпасқа амалым қалмады. Көкірегіме толып қалған запыран шыдатпады. Дұрыс, деді қарт кемсеңдеп отырып. Айтатын жөнің бар, балам. Сен айтпағанда кім айтады? Біз үндемей жүріп өттік өмірден. Халқымыз аштан қырылып жатқанда Голощекиннің бетіне қарап жарамсақтана жымидық. Тірі қалу үшін бірге туған бауырымызды, әкемізді НКВД-ға ұстап бердік. Қу жанның амандығы үшін не істемедік біз? Біз бәріне қызмет еттік, қарағым. Тек адамға, туған халқымызға қызмет еткен жоқпыз. 77 жыл ғұмыр кештім. Біздің ғұмыр құлдықпен өтті. Өмір зая. Өмірім зая. Босап болдырап отырған шал қабағын қарс түйіп, жүзі сұрланып қатайып алды. Ұлы иіс деген жалғыз немерем бар. Қазақпын деуге намыстанады. Ол менің болашағым. Бөтен. Мен де оған бөтен. Жатпын. Өз шаңырағыма, өз баласына сыймай жат болып далада қалған жалғыз ғана мен дейсің бе? Жоқ, жоқ. Көп олар, өте көп. Ары қарай тілі икемге келмеді. Иегі кемсеңдеп, басы қалтаңдап отырған шалдың көзінен жас парлап қоя берді.